Біз 2000 жылдық тарихы бар Тараз шаһарына келдік. Қалаға кіре берістегі арқаны айтамда, ерекше әсер сыйлайды екен қарсы алып тұрғандай. 2002 жылы салынған Тараздың 2000 жылдығына Тараздың историясы с 1 века нашей эры начинается екен. Біз енді осы тарихы терең Тараз шаһарын аралаймыз. Әрине, бірінші археологиялық жерден бастаймыз. Бірінші ғасырда қалашығы екен. Археологический раскопка, который очень древний Тараздың археологиялық жері, қазба жұмысы жасалып жатқан жер өте көне. Қазір ішіне кіріп көреміз. Мына жақтары әлі қазылмаған көрінеді, ар жақтарын төбесін жоқ қойыпты. Тараз қазақ тілінен аударғанда оның Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан ең үлкен сауда орталығы ретінде сипаттамасын береді екен. 1220 жылдары Таразда моңғол әскері Шыңғыс хан басып алған екен. Толығымен бұзаған екен бұл жерді. Сосын 19 ғасырдың басында ежелгі Тараздың орны Әулие Ата бекінісі дамып бастапты. Қасында музей бар екен, музейге кіре алмадық, жабық болды, ремонт жүріп жатыр деді. Табылғаннан ермен ба бірдеңе? Мама стена, стена қалың аха. Сол заманның құмырасы ғой шығар көп қойған. Тараз тарихы терең, сырға толы қала. Тараздың әр тасы тарих қой. Археологиялық орындарда жүріп, өткен заманның ізімен жүргендей болдық. Керемет әсердеміз. Міне осылай қарап шықтық, барлығын керемет әсердеміз. Доска истории бар екен, полностью жазылған Тараздың тарихы. Красота. Ива деген қал ғой. Осы бізде оңтүстікте көп өседі ива. Красавица ива. Бір ит тауып алды. Ай, молодец. Ай-ай-ай. Жүре ғой, жүре. Тағы да біз осындай бір тарихи жерге келдік. Керуен сарай, жерасты мешіт дейді. Жерасты мешіт. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллах. Ата-бабаларымыз осы жерде намаздарын, құлшылықтарын жасаған михрабтың орны сияқты. Шамдар қоятын. Комнаталары болыпты.
мына мешіттің өзі. Осындай мешіт болған екен. Ескі мешіт. Осындай мешіт. Караван сарайдың ішінде ескі мешіт екен. Осындай мешіт болыпты. Мешіттің сырты осындай раскопкалар. Караван сарай дейді. Мешіттің алдында дәреталардың жері болыпты. Осындай. Дәреталардың жері. Значит, вот такие раскопки уже более поздних времен, наверное. Уже кирпичи появились у них. А первое время только из камней было. Осындай тутовник қазір жейміз. Мына қара. Мына не деп айтады орысша білмеймін. Тутовник деп атады. Тап-тату. Қазақша тутовник. Қараларын же қара. Иә, қараларын жейміз. Осындай берекелді жер. Қой, мен жайылып алайын осы жерде. Осындай қап-қарасын теріп жесіңдер. Бұны тутовник дейді. Жоғары шықтық. Қояйық. Так. Келгеніміз. Лифті бар, бірақ істемейді. Ох ты! Вот это вид! Смотровой площадка шықтық. Вот такой вид со смотровой площадки. Навесның астында болып қалған археологическая часть. Осы жерден қарап тұрғанда Тараздың мың жылдық тарихын көзіңе елестеткендей боласың. Жоғарыдан көне Тараздың орны анық көрінеді. Археологиялық қазбалар, ежелгі қаланың іздері,
ерекше әсер қалдырды бізге. Бұл жердің атмосферасы керемет. Алдыда әлі де жаңа әсер күтілуде. Біз ары шырайлы Шымкент қаласына жол тарттық. Біз осылай Шымкент жаққа жолға шықтық. Жолдан Айша бибі кесенесі деген жазуды көріп, Айша бибі кесенесіне қарай бұрылдық. Айша бибі кесенесі. Қараханның сүйіктісі, махаббат символына айналған Айша бибі кесенесіне де келдік. Жан-жағы керемет абатталған. Осылай отырып демалдық, Құран бағыштадық. Осылай біз одан ары жолға шықтық. Шымкент шаһарына. Осылай біз Шымкентке жеттік. Жетіп алдық, кеш батып бара жатыр. Біз қай жерге үйімізді қоятынымызды білмедік. Содан караван группасында Руслан деген кісі бар еді. Сол кісіге звондадық. Ол кісі бізге Дендропаркке барсаңдар болады деді. Солай біз Дендропарк жаққа бара жатырмыз. Күшті, мына жерде Дендропарк. Короче, мына жерден біз Мынандай алша теріп алдық. Көп түскен жолдың бойында қаламыз. Мына парк. Бәйдібек. Да-да-да. Осындай парк. Осылай Русланға рахмет. Әдемі Дендропарктың тамаша жер таптық, ойымыздағыдай. Енді осында келіп орнығып жатырмыз. Мне кажется, 1-2 күн здесь будем в центре Шымкента, Дендропарке. Вот так.